Артық салмақ бар ма жоқ па, оны қалай білеміз? Бірінші, салмағыңыз бен бойыңызды өлшейсіз, сосын дене салмағының индексі деген нәрсе бар. Кез келген интернетке жазсаңыз, дене салмағының индексін өлшеу деп жазсаңыз, онлайн калькуляторлар шығады. Сол жерге салмағыңызды, бойыңызды жазасыз, ер адам немесе әйел адам, ол жерде сізге дене салмағыңыздың индексін береді. Нормасы 24,9-ға тең. Одан жоғары болса, сізде яғни артық салмақ бар деген сөз. Оның бәрі өте маңызды. Артық салмақ көп деген ауруларға алып келеді және сіздің өмір сүру ұзақтығыңызды қысқартады. Өмір сүру ұзақтығын қысқартады адам өмірінің. Сондықтан өзіңізді әрқашан бірінші орынға қойыңыздар. Өзіңізді жақсы көріңіздер, сосын артық стресс та артық салмақтың жоғарылауына алып келеді. Себебі стресс кезінде бүйрек үсті безінен кортизол, стресс гормоны бөледі. Ол